Ассалаумалейкум, құрметті депутатларым, сессия қатынасушылары. Ең дәслеп бәршеңізді кірікке атырған жаңа жыл байрамменен қызғын құттықтап, сіздерге бекем денсаулық, шаңырақларыңызға аманлық, еліміздің және де гүллеп рауажлану жолындағы игіліклі істеріңізде тасқын табыстар тілеймін. Бүгінгі сессия жұмысына үкімет ағзалары, министрлік, басқарма, тарау басшылары, қала район хакімлері әмде ғалаба хабар құраллары уәкілдері қатынасып атыр. Сессия мәжілісіне қатынасып атырған депутатлардың электрон система арқылы тізімнен өтуін сұраймын. Электрон табло мәлуматлары бойынша бүгінгі сессияға 65 депутаттан 56 депутат қатынаспақта, демек сессияны ашу үшін кворум жетерлі. Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесінің 9-шы сессиясы ашылсын деген ұсыныс бар. Ұсыныс бойынша депутатлардың мұнасабат білдіруін сұраймын. Қабыл етілді. Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесінің 9-шы сессиясын ашық деп жариялаймын. Рахмет. Құрметті сессия қатынасушылары, жұмақланып атырған 2025 жылда барлық тарауларда жаңаланулар һәм өзгерістер жүз беріп, қала районларымызда, әттекі ең шеткі аймақтарда да кең көлемлі дөретушілік жұмыстары амелге асырылмақта. Әлбетте, бұнда құрметті президентіміз тарапынан тек Қарақалпақстан үшін қабыл етілген 25-тен асылған парманам қарарлары ахметлі орын тұтады. Қала берсе, биылғы
қоршаған орталықты қорғау һәм жасыл экономика жылында халқымыздың абадан тұрмысы менен байланыслы амелге асырылған дөретушілік жұмыстар хақында сөз еткенде, экономикалық тармақлардың энергия ресурсларына болған талабын жақсылауда ахметлі орын тұтатуын Аквапауэр компаниясы тарапынан қуаттылығы 7,2 мың мегаваттлық, бағасы 8 миллиард 600 миллион доллар болған гигант самал электр станцияларының құрылыс жұмыстары басланғаны. Сондан биылғы жылы Қараөзек районында 16 самал турбина генераторлары құрылысы НОКС-1 проекті іске түсірілгені тұрмысымызда жүз берген ахметлі уақиялар қатарына кіреді. Соның менен бірге биылғы жылы барлық мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде жәмі 900-ден астам объектте дерлік 4 триллион сомлық құрылыс оңлау жұмыстары алып барылмақта. Мысалдармен айтатын болсақ, НОКС қаласында бақасы 87 миллиард сомлық НОКС су тазалау объектінде реконструкция жұмыстары алып барылып, қуаттылығы суткасына алдыңғы 60 мың куб метрден 95 мың куб метрге жеткерілді. НОКС районында 263 километр ішімлік су тармақлары һәм объектілерінде 11,5 миллион долларлық құрылыс оңлау жұмыстары алып барылып, район халқын таза ішімлік су менен тәмінлеу дәрежесі алдыңғы 68%-тен дерлік 90%-ке жеткерілді. Бұндан тысқары Бозотау районында жылына 6 мың бұқараның демалу һәм сауалану имканиятына ие болған бақасы 124 миллиард сомлық заманауи санаторияның пайдалануға тапсырылғанын, қала берсе Бозотаудан Қоңыратқа шекемге 180 километрден астам аралықты қысқарту мақсатында Амудария дариясындағы ескі понтон көпірі көшірілгенін, дерлік 80 миллиард сомлық қаржы есабынан гимнастика орайының заманауи көріністе бой тікілегенін, 27 миллиард сом қаржылар есабынан Өзбекстан мемлекеттік консерваториясының НОКС филиалының жаңа оқу имаратының құрылғанын, Улыма 16 миллиард сомлық қаржы есабынан жаңадан құрып біткерілген күрес шеберлігі спорт мектебі һәм бокс залының пайдалануға тапсырылғанын, НОКС қаласында бірінші салалы политехникумда Пирсон халықаралық білімлендіру бағдарламасын енгізу мақсатында 7 миллиард 200 миллион сомлық құрылыс оңлау жұмыстары алып барылғанын айрықша айтып өтсек болады. Соның менен бірге іс-бермелерімізге жаратылған имканиятлар нәтижесінде биылғы жылдың өзінде аймақлық инвестиция бағдарламасы текарында Улыма бағасы 8 триллион 299 миллиард сомлық 591 проект іске түсіріліп, 12 мыңнан астам жұмыс орындары жаратылды. Айрымларын айтып өтетін болсақ, НОКС қаласында жылыту радиаторларын, иірілген жіп, базальт минералынан ыстылық сақлаушы материалдар істеп шығару карханалары жұмыс басталады. Кегейлде ЛДСП өнімлерін істеп шығару, Шымбайда жіп иіру проектлері іске түсірілді. Мойнақта һәм Қоңыратта тұзды қайта істеу һәм тұз істеп шығару карханалары жұмыс басламақта. Кегейл һәм НОКС районларында құсшылық комплекслері шөлкөнместірілді. Бұндан тысқары туризмді рауажландыру бағдарында іске түсірілген проектлер қатарында НОКС қаласында халықаралық бренд астында 10 миллион долларлық Рамада мейманханасы жұмыс басылаған болса, Тақтакөпірде Бөріштау төбесінде құрылған Тақтөбе этноауылы пайдалануға тапсырылды. Пайтақтымызда бақасы 78 миллион долларлық заманауи 5 жұлдызлы мейманхана, конгресс-холл комплекс һәм 22 қабатлы 2 тұрақ жай құрылмақта. Әлбетте бұлардың барлығы халқымызға, әсіресе іс-бермелерге жаратып берген кең имканиятлардың нәтижесі деп білеміз, һәм бұндай айрықша қамқорлық үшін құрметті президентімізге шексіз рахметлер айтамыз. Екі мың жиырма бесінші жылдың және үлкен жаңалықтарының бірі бұл тарихи уақиға, яғни құрметті президентіміздің тапсырмасы һәм администрация басшысының харекетлері менен Қаралпақ халқының қара үй һәм милли музыка аспабы болған қобыз. Һәммеңіздің хабарыңыз бар, Индияда ЮНЕСКОның өткерілген 20-ланшы сессиясында ЮНЕСКОның тізіміне кіртілді. Әлбетте бұл да 2025 жылда болған ең үлкен тарихи қуанышлы хабарлардың жаңалықтардың бірі десек қателеспейміз. Соның үшін бұндай жаңалықпен халқымыздан сіздерді шынкеуден құттықтаймыз. Құрметті сессия қатынасушылары, бәршемізге белгілі, соңғы жылдары Қаралпақстан еліміз дүнияға кеңінен танытуда ахметлі болған бір қатар халықаралық фестиваль һәм конференцияларға мезбалдық етпекте. Міне биылғы жылдың өзінде НОКС қаласында бірінші халықаралық арал мәдениеті саммиті һәм орайлық Азия педагоглары халықаралық форумның жоғары дәрежеде өткерілгені. Шылпық қорғанда бірінші мәрте ашық аспан астында Open Air форматында концерт шөлкемлестірілгені. Сондай-ақ НОКС қаласында халқымыздың саламатлығын бекемдеуге қаратылған саламатлық марафоны өткерілгені. Қала берсе жастарымыздың IT тарауындағы білім, көлік білерін қолдап қуаттау мақсатында хакатон таңлауының шөлкемлестірілгені. Бұндан тысқары хаял қызлар үшін шексіз имканиятлар атамасында болып өткен республикалық конференция еліміз хаял қызларын бір жерде жәмлестіргені. Бұлардың барлығы 2025 жылда жүз берген ахметлі уақиялар қатарына кіреді.
Және бір ахметлі мәселелердің бірі жасалма интеллект технологияларын рауажандыру бойынша 27 октябрьде қабыл етілген президент фарманы менен Қарақалпақстан үшін жеңілдіктер һәм преференциялар назарда тұтылған арнаулы пакет ұсынылды. Міне осы текарда майнингке қанегелестірілген арнаулы зона шөлкемлестірілуі, қала берсе дата орайының электр энергиясы тарифі 1 киловатт сағат үшін 5 цент етіп белгіленуі һәм басқа да жеңілдіктер қысқа уақыт ішінде сырт елді шерикілердің итибарын тартты. Яғни бұл орында Қытайдың Chang'an Link Wise компаниясы менен бірге проект бағасы 3,5 миллиард долларлық майнинг һәм дата орайларын құру үшін шартнамалар түзілді һәм 2026 жылдың өзінде 700 миллион доллар инвестиция кіргізілу күтілмекте. Құрметлі сессия қатынасушылары, Həmmеңізге мәлім, осы жылдың 26 декабрь күні құрметлі президентіміздің Али Мәжлиске һәм халқымызға жоллаған мұражатында халқымыз тағдыры һәм еліміздің жарқын келешегімен байланыслы оғыда ахметлі мәселелерге айрықша бар қаратқанын, сондай-ақ бұл жолда кешіктіріп болмайтын вазифаларды белгілеп бергенін халқымыздың абадалығы жолындағы анық һәм сенімлі бағдарламасы сипатында қабыл етеміз. Соның менен бірге құрметлі президентіміз тарапынан кіріп келатырған жаңа жыл махаллені рауаждандыру һәм жәмиетті ілгерілету жылы деп жарияланғаны баршаны және де игіліклі істерге рухандырмақта. Әлбетте міне осындай жауапкерлі вазифаларды амелге асыруда еліміздің тағдыры һәм оның келешегі жолындағы сауаплы істерге белсене қатынасуда баршаңыз бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, беккем ауызбіршілікпенен мүнәсіп үлес қосатыныңызға беккем сенеміз. Құрметті депутаттар, енді сессия жұмысына кіріспестен алдын жоғары кеңестің регламенті бойынша сессияның секретариатын сайлап алуымыз тиіс. Секретариат құрамына 30 салы Маңғыт сайлау округінен депутат Баймұратов Қуанышбай Толыбаевич, 6 салы Елабад сайлау округінен депутат Ниязова Ольга Юрьевна, 23 салы Қырғыз сайлау округінен депутат Султанов Хамид Телмановичлер ұсынылмақта. Ұсынылған секретариат құрамы бойынша депутаттардың мұнасабет білдіруін сұраймын. Ұсыныс қабыл етілді. Секретариат құрамына сайланған депутаттар белгіленген орынға өтуіңізді һәм өз вазифаларыңызға кірісуіңізді сұраймыз. Мархамат. Құрметті депутаттар, енді сессия күн тәртібін тасдиқлап алуымыз керек. Сессия күн тәртібі бойынша дайырланған қарар проекті электрон тәрізді депутаттарға тарқатып берілген. Осы күн тәртібі бойынша басқа ұсыныстар бар ма? Жоқ. Сессия күн тәртібі бойынша депутаттарымыздың мұнасабет білдіруін сұраймын. Мархамат. Күн тәртібі тасдиқланды. Құрметті депутаттар, енді бүгінгі сессиямыздың регламентін белгілеп алсақ, яғни баянатшыларға 10 минутқа шекем, додалау үшін сөзге шығушыларға һәм сұрау жауаптарға 5 минуттан уақыт ажыратсақ жетерлі ме? Басқа ұсыныстар бар ма? Жоқ, онда күн тәртібіндегі мәселелерге өтеміз. Демек, бүгінгі сессияның күн тәртібінен орын алған дәслепкі мәселе, яғни Қарақалпақстан Республикасының 2026 жылғы жергілікті бюджетін тасдиқлау туралы мәселеге өтеміз. Бұл мәселе бойынша сөз экономика және финанс министрінің орынбасары Марданбек Бекчановқа. Мархамет. Марданбек Азаржанович. Мархамет. Assalomu alaykum, hurmatli Amonboy To'laboyevich, hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari. Ruxsatingiz bilan dastlab qisqacha shu yilda kutilayotgan makroiqtisodiy hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi budjeti rejasining bajarilishi bo'yicha kutilayotgan ko'rsatkichlarga to'xtalib o'tmoqchiman. Jahon iqtisodiyotida keskin o'zgaruvchanlik va yuqori barqarorlik saqlanib turgan bir paytda hurmatli prezidentimiz tomonidan belgilab berilgan tajribalar va yo'nalishlar asosida mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirish hamda iqtisodiyotda xususiy sektor ulushini oshirishga qaratilgan islohotlar asosida 2025-yil yakuni bilan yalpi hududiy mahsulotlar hajmi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 105.9% ga, ya'ni 52.5 trillion so'm o'sish kutilmoqda. Bunda ushbu o'sish sur'atlari asosan bozor xizmatlari 118.1% ga, sanoat 106.1% ga, qurilish ishlari 107.8% ga va qishloq xo'jaligi esa 103.3% ga o'sish hisobidan ta'minlanadi.
Joriy yilda Qoraqalpog'iston Respublikasi mahalliy byudjet daromadlariga 3 trillion 346,3 milliard so'm reja ko'rsatkichlari belgilangan bo'lib, haqiqatda 3 trillion 350 milliard so'm, ya'ni %10.1 ga bajarilishi kutilmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasining 2025-yil uchun mahalliy byudjet xarajatlarining tasdiqlangan rejasi 5 trillion 569,3 milliard so'm, 5 trillion 569,3 milliard so'm etib belgilangan bo'lib, joriy yil yakunigacha byudjet xarajatlari 6 trillion 670 milliard so'm bajarilishi kutilmoqda. Bunda Respublika byudjeti hisobidan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori va farmonlari, davlat dasturlari hamda hukumat qarorlari asosida Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjetiga jami 482,8 milliard so'm qo'shimcha mablag'lar ajratildi. Hurmatli deputatlar, makroiqtisodiy ko'rsatkichlar prognozlari hamda soliq va byudjet siyosatining asosiy yo'nalishlari to'g'risida ma'lumot berib o'tsam. 2026-yilda yalpi hududiy mahsulotlar hajmi 57,9 trillion so'mga yetkazilib, o'sish sur'atini o'tgan davrga nisbatan 6,2% ga, 2030-yilga kelib 96,9 trillionga yetkazish o'sish sur'ati 6% ga yetkazish rejalashtirilmoqda va 2030-yilga borib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi hududiy mahsulot miqdori 44,2 million so'mga yetkazish choralari ko'riladi. Bunda 2026-yilda asosiy tarmoqlarning barqaror o'simini ta'minlashimiz, sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini 6,5%, qurilish ishlari hajmini 8,2%, qishloq xo'jaligi hajmi 3,9% va bozor xizmatlari 17,5% o'sish rejasi qilinmoqda. Ushbu makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning ta'minlanishida quyidagi ishlar amalga oshirish orqali erishish belgilanmoqda. Birinchidan, iqtisodiyotning tarmoq va sohalarida yuqori o'sish sur'atini ta'minlashda yashil iqtisodiyotni keng jalb qilish hamda resurslardan oqilona foydalanishga e'tibor qaratishimiz kerak. Kelgusi yilda iqtisodiyotimiz uchun zarur bo'lgan sanoat sohasidagi 30 dan ortiq yirik loyihalarni ishga tushirish va har bir mahallaning o'sish nuqtalaridan kelib chiqib 80 dan ortiq kichik ishlab chiqarish loyihalari to'liq quvvatlar bilan ishlashini ta'minlash rejalashtirilgan. Shuningdek, hududlarda tez o'sayotgan yangi perspektivali sanoat tarmoqlari yanada rivojlantirishga sharoit yaratish bo'yicha Nukus shahri va Qo'ng'irot tumanida makro sanoat markazlarini tashkillashtirish hamda Qo'ng'irot tumanida joylashgan Barsakelmas tuz koni, tuzni qayta ishlash ixtisoslashtirilgan Qo'ng'irot Salt Free Zone sanoat zonasi tashkillashtiriladi. 2025-26 yillarda 50 gektar yer maydonlarida investitsiya loyihalarini amalga oshirish, keyinchalik sanoat zonasi hududini, ya'ni 200 gektarga kengaytirish rejalashtirilgan. Birinchi o'rinda amalga oshiriladigan vazifamiz ularni zaruriy infratuzilma bilan ta'minlashdan iborat. Hurmatli deputatlar, asosiy natija sifatida ishsizlik va kambag'allikni qisqartirish hamda iqtisodiyot o'sishini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish belgilangan. Shu bilan birga, hurmatli prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan 4 ta tajribani barcha hududlarda joriy etib, tegishli ishlar amalga oshirib borildi. Ya'ni xususan Sayxunobod tajribasi asosida har bir mahalladan 20 ta uy tanlab olinib, ularning tomorqadan oqilona yillik daromadini oshirish bo'yicha choralar ko'rildi. Natijada mahallalarda 21,1 mingta mikro loyiha ishga tushirilib, 42,9 ming nafar aholi daromadi oshirildi. Keyingi yo'nalishda zaribdor tajribasi, ya'ni driver asosida har bir tuman, shahar va mavjud manbalar va imkoniyatlarni ishga solib, kamida 5 tadan sanoat, xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jaligi yo'nalishlarida driver loyihalari amalga oshirildi. Bunda birinchi bosqichda 33 ta loyihaga 85 milliard so'm, ikkinchi bosqichda 19 ta loyihaga 41,8 milliard so'm, jami 52 ta loyihaning infratuzilmasini yaxshilash va tadbirkorlarga qulay sharoitlar yaratish uchun 126,8 milliard so'm byudjet mablag'lari ajratildi. Masalan, Nukus tumani hududidan o'tuvchi Oqmang'it kanali bo'yida sayr qilish joyi va sohil bo'yi xizmatini tashkil etish uchun 6,6 milliard so'm mablag' hisobidan zarur infratuzilma yaratish ishlari olib borilmoqda.
Ellikqal'a tumanida Oqchako'l bo'yida turizm reaksion zonasini tashkil etish uchun 8,4 milliard so'm budjet mablag'lari ajratib berildi. Keyingi yo'nalishda uychi tajribasi asosida bank mijozlari bilan birga har bir haftada 2 marta uchrashish o'tkazish, ularning muammolarini hal etish bo'yicha ishlarni jadallashtirildi. Natijada 6,4 ming bank mijozlari bilan uchrashuvlar o'tkazilib, 6,1 ming 1 ming ortiq muammo masalalar ijobiy hal etildi. G'ijduvon tajribasi doirasida 86 ta mahallada umumiy qiymati 78,9 milliard so'mlik jami 107 ta loyiha ishga tushirilib, 851 ta yangi ish o'rinlar yaratildi. Hurmatli deputatlar, endi 2026-yil uchun budjet siyosatidagi asosiy o'zgarishlarga to'xtalib o'tmoqchiman. Qonunda budjet sohasiga oid muhim o'zgarishlar nazarda tutilmoqda. Shu jumladan mahalliy budjetlar balansini ta'minlash maqsadida jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i, foyda solig'i va aksiz soliqlaridan hamda soliqsiz to'lovlarning boji, yig'imlar mahalliy budjetga o'tkazib beriladigan qismi qayta ko'rilib chiqilgan. Qo'shilgan qiymat solig'ining bir qismi mahalliy budjet ixtiyorida qoldirilishi belgilanmoqda. 2025-yilda 6 ta shahar tumanlar transfertdan chiqarilgan bo'lsa, 2026-yilga kelib budjetdan transfert oluvchi tumanlar soni ya'ni 6 taga qisqaradi va endilikda transfert oluvchilar hududimizda 5 tani tashkil etmoqda. Bular Kegeyli, Qonliko'l, Taxtako'pir, Sho'manay va Bo'zotov tumanlari bo'lib, o'tgan yilga nisbatan transfert miqdorlari kamayishiga erishilgan. Shu bilan birga Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar va Toshkent shahrining maktabgacha ta'lim muassasalarini umumta'lim va ixtisoslashtirilgan maktablari obyektlarni loyihalashtirish, qurish, rekonstruksiya va ta'mirlash ishlari bilan bog'liq xarajatlar hamda akademik litseylarni saqlash xarajatlarini moliyalashtirish respublika budjetidan mahalliy budjetlarga o'tkazilishi ko'zda tutilgan. Shuningdek, qonun bilan birga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi iqtisodiy protsessual hamda soliq kodekslariga, shuningdek, sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlarini ijro etish, davlat boji va soliq maslahatiga oid ishlar to'g'risida qonunlarga o'zgartish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Jumladan, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kirilayotgan o'zgarish va qo'shimchalarga muvofiq soliq to'lovchilariga bir nechta soliq turlari bo'yicha soliq hisobotlarini taqdim etishini kechiktirish uchun bitta jarima va qo'llanishi normasi kiritilmoqda. Hurmatli deputatlar, soliq budjet siyosatida ko'zda tutilayotgan o'zgarishlar hamda iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlaridan kelib chiqib, Qoraqalpog'iston Respublikasi mahalliy budjeti daromadlari prognozi 3,815,5 milliard so'm miqdorida belgilanmoqda. 2026-yilda qo'shilgan qiymat solig'i 20% mahalliy budjetga o'tkazilishi belgilangan bo'lib, ya'ni 2026-yilda qo'shilgan qiymat solig'idan 169 milliard so'm ajratilishi belgilanmoqda. Shuningdek, 2026-yil transfert mablag'lari 2,498,5 milliard so'm bo'lib, shundan 191,5 milliard so'm tamaki mahsulotlari uchun aksiz solig'i hisobidan o'tkazib beriladigan mablag'lar hisoblanadi. Bunda yirik soliq to'lovchilar hisobidan 647,1 milliard so'm hamda hududiy soliq to'lovchilar hisobidan 3,168,4 milliard so'm tushumlar ta'minlanishi lozim bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi 2026-yil budjet daromadlarining taqsimlanishi quyidagicha. Ya'ni rag'batlantiruvchi sifatida biriktirilgan daromadlar 2,257,4 milliard so'm yoki respublika bo'yicha jami budjet daromadlarining 59,2% miqdorida prognoz qilinmoqda. Keyingi yo'nalishda hududlarga biriktirilgan daromadlarga 1,558,1 milliard so'm yoki respublika bo'yicha jami budjet daromadlarining 40,8% miqdorida prognoz qilinmoqda. Soliq va boshqa daromadlar 316,6 milliard so'm yoki respublika budjeti jami daromadlarining 8,2% miqdorida prognoz qilinmoqda. Hurmatli deputatlar, endi budjet xarajatlari bo'yicha aytadigan bo'lsam, Qoraqalpog'iston Respublikasining 2026-yil uchun mahalliy budjet xarajatlari 6,314 milliard so'm miqdorida prognoz qilinmoqda.
ijtimoiy soha va aholi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash xarajatlariga 4 trillion 172,5 milliard so'm tashkil etmoqda. Ta'lim yo'nalishi bo'yicha 1 trillion 385,6 milliard so'm mablag' rejalashtirilgan. Umum ta'lim yo'nalishiga 794,1 milliard so'm, ya'ni o'tgan yilga nisbatan 8,4% ga o'sish bo'lgan. Shundan 191,5 milliard so'm umumta'lim maktablarining 1-4 sinf o'quvchilarini bepul oziq-ovqat bilan ta'minlashga qaratilgan. 4,4 milliard so'm xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha eng yaxshi maktab tanlovi g'olibi bo'lgan maktablarning bir martalik pul mablag'lari bilan rag'batlantirish. 2,5 milliard olis hududlarda joylashgan maktablarda boshqa hududlardan kelib ishlayotgan oliy ma'lumotli mutaxassislarga bir martalik boshlang'ich yordam puli hamda uy joylariga ijara turadigan uchun kompensatsiya to'lovlariga ajratilishi belgilanmoqda. Sog'liqni saqlash 2 trillion 423,5 milliard so'm. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 5-sentyabrdagi 311-sonli qaroriga muvofiq Qoraqalpog'iston Respublikasi tibbiyot muassasalari davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi orqali moliyalashtirish belgilangan bo'lib, bu maqsadlar uchun 2026-yil budjet parametrlarida 2 trillion 263 milliard so'm moliya ajratilishi belgilangan. Madaniyat sohasiga 157,2 milliard so'm mablag' ajratilmoqda. Sport sohasiga 193,9 milliard so'm mablag' ajratilmoqda. Ilm-fan sohasiga 6 milliard 300 million so'm mablag' ajratilmoqda. Shu bilan birga fuqarolarga yetkazilgan zararni qoplash xarajatlariga 3,5 milliard so'm ajratilishi ko'zda tutilgan. Ijtimoiy ko'nikma xarajatlariga esa 2,4 milliard so'm ko'zda tutilgan. Iqtisodiyot xarajatlariga, ya'ni 750,1 milliard so'm, ya'ni bu xarajatlarning 12,1%ni tashkil etadi. Shuningdek, 2026-yildan boshlab Prezidentimizning 2025-yil 14-avgustdagi 248-sonli qaroriga Qoraqalpog'iston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish jamg'armasi mablag'larini shakllantirish uchun Qoraqalpog'iston Respublikasi xarajatlariga kamida 3%ni ajratilishi hisobidan 80 milliard so'm mablag' rejalashtirilmoqda. Markazlashgan investitsiyalarni moliyalashtirish xarajatlariga esa 213,2 milliard so'm mablag' tashkil etishi ko'zda tutilgan. Davlat hokimiyati organlari saqlash xarajatlari 19,9 milliard so'm ajratilib, bu jami xarajatlarning 0,3%ni tashkil etadi. Davlat boshqaruv organlarini saqlash xarajatlariga 675,2 milliard so'm, ya'ni jami xarajatlarning 5%ni tashkil etadi. Nodavlat notijorat tashkilotlari hamda fuqarolik jamiyat institutlarini saqlash xarajatlariga esa 5,2 milliard so'm ajratilishi ko'zda tutilgan. Zaxira jamg'armalari xarajatlariga esa 57,3 milliard so'm ajratilishi ko'zda tutilgan. Fuqarolar tashabbuslari jamg'armasi xarajatlariga esa 300 milliard so'm mablag' ajratish ko'zda tutilgan. Hurmatli deputatlar, Qoraqalpog'iston Respublikasining 2026-yilgi budjetini tasdiqlash to'g'risidagi Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi qaror loyihasi bo'yicha sizlarga yetkazdim. Sizlardan Qoraqalpog'iston Respublikasining 2026-yilgi budjetini tasdiqlash to'g'risidagi Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi qaror loyihasini ma'qullab berishingizni so'rayman. Savollar bo'lsa. Mardonbek Azatjanovichga so'rov berish deputatlar bormi? Barmi so'rovlar? Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli Omonbek Tilboyevich. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, sessiya qatnashuvchilari. Men 43-Kunduzbek saylov okrugining deputati Ishmat Quvondiq O'tebuyevich bo'laman. So'rovim shundan iborat. Barchaga ma'lum, Nukus qalasida жаңадан gimnastika o'ray ham kurash sheberligi sport maktablari ishga tushirilib, foydalanishga topshirildi. Осы екі sport мектептерінің сақлау қаражатлары үшін 2026 жылғы бюджет параметрлерінде қаржылар назарда тұтылған ба?
Albatta, bugungi kunda Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjeti hisobidan moliyalashtirilgan bugungi kunda 8 ta sport maktablari bor. Prezidentimizni 2022-yilgi 23 dekabrdagi 449 sonli qaroriga asosan hamda 2023-yil 25 dekabrdagi 404 sonli qarorlariga asosan Qoraqalpog'istonda yana 2 ta, ya'ni kurash mahorat maktabi hamda gimnastika markazi qurilishi yakunlanib foydalanishga topshirildi va bunga 2026-yil byudjet xarajatlari, ya'ni sport maktabini xarajatlari uchun 9.4 milliard so'm mablag' parametrga qaratilgan. Barmı jene sorular? Marhamat. Assalomu alaykum, Amanbay Tilboyevich. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Men Xo'jamuratova Sanobar 32-Qilichbay saylov okrugidan deputatman. Savolim quyidagicha. Mana bu yil respublikamizda obodonlashtirish sohasida juda ko'p ishlar qilindi. Kelayotgan yilda shahar va tuman obodonlashtirish boshqarmalarining moliyaviy barqarorligini oshirish maqsadida qanday ishlar amalga oshirish belgilangan? Kuni kecha 2025-yil 26 dekabr kuni 387 sonli prezident qarori qabul qilindi. Mana shu qarorda mahalliy hokimliklarni obodonlashtirish moliyaviy barqarorligi to'g'risida juda ham ko'p imkoniyatlar yaratilib berilgan. Ya'ni bugungi kunda 3 yillik dastur ishlanmoqda. Birinchi navbatda tuman hokimining qurilish, kommunikatsiya va obodonlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari bir vaqtning o'zida obodonlashtirish boshlig'i hisoblanadi. Undan tashqari mana shu 3 yillik dasturda obodonlashtirish boshqarmalariga maxsus texnika sotib olish uchun 98 milliard so'm mablag', ya'ni davlat byudjetidan mablag' ajratish ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, ya'ni obodonlashtirish boshqarmalariga 50 sotikdan kam bo'lmagan issiqxona tashkil etish uchun, ya'ni gul ko'chatlarini yetishtirish o'zini daromadlarini topish maqsadida. Bundan tashqari tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro shartnomalar asosida o'sha pullik xizmatlarni qilish ham belgilab o'tilgan. Bu yil 2026-yilda Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri va viloyat markazlari belgilangan. 2027-yilga borib boshqa tumanlarda ham bu ishlar amalga oshirish ko'zda tutilgan. Barmı jene sorular? Rahmet, o'tiring. Endi kun tartibindagi masala bo'yicha so'z O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasi yetakchi inspektori Elmurod Danabayevich Saparovga beriladi. Marhamat, Elmurod Danabayevich. Assalomu alaykum, Amanbay Tilboyevich, hurmatli deputatlar va yig'ilish ishtirokchilari. 2026-yil uchun O'zbekiston Respublikasi davlat byudjeti to'g'risidagi qonun bilan Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjetining 2026-yil uchun daromadlari 308 trillion so'm va xarajatlari 603 trillion so'm hamda respublika byudjetidan ajratiladigan transfertlar 205 trillion so'm miqdorida belgilandi. Hisob palatasi tomonidan 2026-yil uchun tuzilgan Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjeti loyihasiga berilgan xulosada Qoraqalpog'iston Respublikasida yashirin iqtisodiyot ulushini kamaytirish orqali respublika byudjeti va tuman, shahar, mahalliy byudjetlariga qo'shimcha daromadlar bazasini yaratish imkoniyatlari tahlil qilinib, tegishli tavsiya va ko'rsatmalar berilgan. Shuningdek, 2026-yil byudjet xarajatlarini rejalashtirishda mablag'lar samaradorligini oshirish hamda belgilangan yo'nalishlarga ajratilishi bo'yicha hisob palatasi xulosasida tegishli ko'rsatma va tavsiyalar berildi. Hurmatli deputatlar va yig'ilish qatnashchilari, majlisda ko'pchilik byudjet tashkilotlari rahbarlari ishtirok etayotganligi sababli byudjet mablag'larining nazorati ustidan hisob palatasi tomonidan amalga oshirilayotgan ishlarni aytib o'tishni joiz deb topdim. Hozirgi kunda hisob palatasining masofaviy audit axborot tizimida 73 ta vazirlik va idoralarning 259 ta ma'lumotlar bazasi bilan integratsiya qilinib, 72 ta yo'nalishda avtomatik tahlillar amalga oshirilmoqda. Jumladan, xarajatlar smetasiga kiritilayotgan o'zgartirishlar, ish haqi va o'ngli tenglashtirilgan to'lovlar, davlat xaridlarida narx tahlili va manfaatlar to'qnashuvi, shaffof qurilish, milliy axborot tizimida amalga oshirilayotgan tender, tanlov savdolari va boshqa holatlar bo'yicha risk tahlillari doimiy ravishda amalga oshirib kelinmoqda.
o'z navbatida mazkur tadbirlar byudjet intizomini yanada mustahkamlash, samarasiz xarajatlar va mablag'larning noto'g'ri sarflanishini oldini olishga, xarajatlarni rejalashtirish, qonunchilikka rioya etilishini nazorat qilish hamda moliyaviy tahlillar o'tkazishda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, joriy yilda davlatimiz rahbari tomonidan davlat auditi va moliyaviy nazorati faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 252-son farmoni qabul qilinib, unda 2026-yil 1-apreldan boshlab davlat organlari va tashkilotlarida mablag'larning maqsadli va samarali sarflanishi ustidan ta'sirchan nazoratni olib borishda 23 ta vazirlik va idoralar hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklarida hisob palatasining vakili sifatida bosh inspektor faoliyati yo'lga qo'yishi belgilandi. Mazkur farmonda belgilangan vazifalar ijrosida byudjet qonunchiligi buzilishi holatlarining oldini olish, tashqi qarz mablag'lari, investitsiya dasturlari va subsidiya mablag'lari hisobidan amalga oshirilayotgan xarajatlarni maqsadli, samarali va tejamkorlik tamoyili asosida foydalanish ustidan nazoratni hisob palatasi sizlar bilan birgalikda amalga oshiradi. Hurmatli deputatlar va yig'ilish qatnashchilari, Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjeti daromadlarini oshirish, byudjet mablag'larida maqsadli, samarali va tejamkorlik tamoyili asosida foydalanish hamda prezidentimiz tomonidan belgilangan vazifa va topshiriqlarni yakdillik bilan bir yoqadan bosh chiqarib, so'zsiz ijrosini ta'minlashda barcha imkoniyatlarimizni safarbar etishimiz lozim. Xabarlaringiz bor, mana so'nggi yillarda hisob palatasiga ham davlatimiz rahbaridan qo'yilayotgan talab asosiy o'sha xato kamchiliklarning oldini olishga qaratilgan, ya'ni uni xato kamchilik biror sodir etilgandan keyin uni izidan topib, tegishli kimdir javobgarlik masalasi ko'rilgandan ko'ra, keraklar shu xato kamchilikni yo'l qo'yishdan oldin profilaktik tadbir kuchaytirish topshiriqlar berilyapti. Mana hozirgi hisobotimda ham o'tkazilgan shu yangi qabul qilingan farmonda ham mana Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'yicha hisob palatasining doimiy vakili bo'lib, unga barcha imkoniyatlar o'sha hisob palatasidagi masofaviy nazorat markazining tahlillari, risklari berib turiladi. Bevosita shu hudud rahbariyati bilan birgalikda hududlardagi mavjud byudjetning holatini tahlil qilib, mavjud risklarni rahbariyatga taqdim qilib, o'sha xato kamchilikni yo'l qo'yishining oldini olish bo'yicha bevosita ishlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan, rejalashtirilgan. Shu fursatdan foydalanib hammalaringizni kirib kelayotgan 2026-yil bilan samimiy tabriklayman. Yangi yilda sizlarga mustahkam sog'lik va sharafli ishlaringizda ulkan rivojlar tilayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Qisqacha taklifim shundan iborat edi. Agar savol-javoblar bo'lsa, davom eting Boyevich. Marhamat, Elmurat Danaboyevga so'rov bormi? Rahmet, o'tiring. Hurmatli deputatlar, endi kun tartibindagi masala bo'yicha qaror qabul etishimiz kerak. Qaror proyekti sizlarga tarqatib berilgan. O'sha qaror proyekti bo'yicha munosabat bildirishingizni so'rayman, marhamat. Qaror qabul etildi. Hurmatli deputatlar, endi basekilik haqındagi Qoraqalpog'iston Respublikasi nizamining jo'ybari to'g'ri masalaga o'tamiz. Bu masala bo'yicha so'z Shahar Kengesning byudjet, ekonomikalik reformalar, investitsiyalar ham innovatsiya masalalari komiteti boshlig'i Berdibek Seyitnazarovga beriladi. Marhamat, Berdibek Amitbekovich. Assalomu alaykum, hurmatli Ambat Liboyevich, hurmatli deputatlar ham sessiya qatnashuvchilari. So'nggi yillarda elimizde hurmatli prezidentimiz tomonidan ishbilarmonlikni qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yetiltiruv bag'darida bir qator farmon ham qarorlar qabul etilib, ushbu tekarda keng ko'lamli reformalar ham yangilanishlar yuz bermoqda. Respublikamizda monopoliyaga qarshi siyosatni yelida yetiltiruv, onu xalqarалық standartlarga muvofiqlashtirish, tutunuvchilarning huquqlarini qo'rg'av, ekonomikada mamlakatning qatnaşın basqıch qisqartib boruv, tovar ham finans bozorlarida teng sharoitlarni qalbleştiruv hamda basekilikka qarshi harakatlarga chek qo'yu davri talabi bo'lmoqda. Harakatdagi basekilik haqidagi Qoraqalpog'iston Respublikasi nizomi 2013-yil 28-dekabrda qabul etilgan, ham bugungi kunga chekim 4 martaba o'zgarish ham qo'shimchalar kiritilgan. Жаңа редакциядағы низам жойбарына кіргізіліп атырылған өзгерістерге тоқталып өтсем. Бәсекелік тарауында тикарға 5 принциптер белгіленбекте. Яғни, инсаплы бәсекелік принципі, низамлық принципі,
тұтынушылардың құқылары һәм низамлы мәмілелердің үстінлігі принципі, ашық, айдынлық һәм теңлік принциптері белгіленбекте. Сондай-ақ атқарушы мемлекеттік ұйымларда һәм басқа мекемелерде, сондай-ақ мемлекет қатынасуындағы ірі қожалық жүргізуші субъектілерде бәсекелік хақындағы низам талапларының бұзылуының алдын алу һәм бәсекелікке қарсы әрекеттерге шек қою мақсатында монополияға қарсы комплайнс системасы енгізілмекте. Карханалардың үстінлік дәрежесін белгілеу, яғни белгілі бір базардағы кархананың үлесі 40%-тен кем болмаған һәм жылдық дараматы базалық есептеу мақдарының 30 мың есесінен жоғары болған карханалар, сондай-ақ табиғи монополия субъектілері үстем дәрежедегі субъектілер қатарына қосылуы. Физикалық шақсылар, қожалық жүргізуші субъектілер, ямасы юридикалық шақсылар бірлеспелері бәсекелікке қарсы келісім, ямасы тіл біріктіру факті хақында монополияға қарсы ұйымды ықтиярлы рәвіште бірінші болып хабардар еткен жағдайда жауапкершіліктен азат етілуі. Мемлекеттік хакимият һәм басқару ұйымларының лауазымы шақс тарапынан шикізат өнімлерінің, тауарлардың еркін әрекетленуі һәм реализациялануы, сондай-ақ қызметтер көрсетілуінің низамға қайшы түрде шектеуі. Соның менен бірге бәсекелік низамшылығының бұзғаны үшін финанстық санкциялар һәм мемлекеттік ұйымлардың лауазымы шақсыларына әкімшілік жауапкершілікті күшейтілмекте. Құрметті депутатлар, осы орында айтып өту орынлы, бүгінгі күндегі базар экономикасы шараятында бәсекелікке қарсы әрекеттердің алдын алу, бәсекелікті қорғау һәм бұл бағыттарда тиісті қадағалау иләждерін алып бару. Бәршеңізге мәлім, соңғы уақытларда бюджет һәм корпоратив бұйыртпашылар тарапынан мемлекеттік сатып алулар һәм биржа саудаларында бәсекелікке қарсы низам бұзушылық жағдайлары көплеп ұшырасып атырғанлығының гуасы болып атырмыз. Жаңа редакциядағы низам жойбарында әйне ұсындай жағдайлардың алдын алуға қаратылған бір қатар нормалар өз ішіне қамтып алынған. Жоғарыда келтіріліп өтілген жаңа нормалар әрекеттегі низам талапларында назарда тұтылмаған еді. Бұл жағдайлар өз кезегінде бәсекелік хақындағы Қарақалпақстан Республикасы низамының жаңа редакцияда қабыл ету зәрүрлігінің бар екенін көрсетпекте. Бәсекелік хақындағы Қарақалпақстан Республикасының жаңа редакциядағы низам жойбарын таярлау барысында Қарақалпақстан Республикасы Министрлер кеңесі, Қарақалпақстан Республикасы Әділдік министрлігі, Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақылау комитеті, Қарақалпақстан Республикасы бәсекелікті рауажландыру һәм тұтынушылар құқығын қорғау комитеті, Қарақалпақ мемлекеттік университеті һәмде басқа да тарау егелерінің пікір және ұсыныстары инабатқа алынған қалда істеп шығылды. Низам жойбары дәстеп комитетте қарап шығылып, тиісті шешім қабыл етілді. Осы низам жойбары қабыл етілген жағдайда оны әмелге асыру үшін мемлекеттік бюджеттен қосымша қаржылар талап етілмейді. Құрметті депутатлар, жоғарыдағылар есапқа алып, жаңа редакциядағы бәсекелік хақында Қарақалпақстан Республикасы низамы жойбарын қолдап қуатлауыңызды сұраймын. Һәм диққаттарыңыз үшін рахмет. Бердібек Аметбековичке сұрау беруші депутаттар бар ма? Мархамат. Ассаламу алейкум, құрметті Аманбай Төлеубаевич, құрметті депутатлар һәм сессия қатысушылары. Мен 53-ші санлы Қырантау сайлау округынан депутат Шерзат Ниязымбетов. Сұрауым Бердібек Аметбековичқа мынандай, міне қазір айтып жатырсыз баянатыңызда. Бюджет һәм корпоратив бұйыртпашылар тарапынан мемлекеттік сатып алулар менен байланышлы бәсекелікке һәм бәсекеліктің низамларына бұзу жағдайлары бар деп жатырсыз. Хақиқаттан да бұл бәсекелікті бұзу жағдайлары көплеп ұшырамақта. Бұл алды саттының базардың бақасына һәм сапасына жаман тәсір көрсетеді. Содан кеп шыққан халда сұрау. Жаңа редакциядағы низам жойбарында бұл бойынша қандай өзгерістер кірітіліп атыр? Сіз атап өттіңіз, бірақ толық түсіндірмедіңіз. Соны бір толық түсіндіріп берсеңіз. Рахмет. Рахмет. Орынды сұрау. Жаңа редакциядағы низам жойбарында мемлекеттік сатып алулар барысында бәсекелікті тәминлеу бойынша бір қатар жаңа нормалар кіргізілмекте. Сонымен бірге саудаларда, яғни әйне бір лотта өзара мабдар шақсылардың қатынасуы шектелмекте. Сауда шарттарына мәмілелердің соққылығысына алып келетін талаптарды кіргізу, сауда қатынасушыларына тиқарсыз һәм жеңілдікті шарттар жарату қадаған етілмекте. Бұл өз кезегінде бәсекелік орталығын бекемлеудің тикарғы принципі есептелінеді. Һәм осы талаплар жаңа редакцияның 29-ші статьясына кіргізілген. Рахмет. Бар ма және сұраулар? Рахмет, отырың.
Құрметті депутаттар, енді күн тәртібіндегі мәселе бойынша қарар қабыл етуіміз керек. Қарар проекті сіздерге тарқатып берілген. Сол қарар бойынша, проект бойынша мұнасабат білдіруіңізді сұраймын, мархамат. Қарар қабыл етілді. Құрметті депутаттар, енді телекоммуникациялар хақындағы Қарақалпақстан Республикасының нызамының жойбары туралы мәселеге өтеміз. Бұл мәселе бойынша баянат үшін сөз жоғары кеңестің комитет басшылығы Мұрат Өтепбергеновичке. Мархамат. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Аманбай Төлеубаевич, құрметті депутаттар, сессия қатысушылары. Құрметті президентіміз тарапынан барлық тараулар қатарында телекоммуникациялар тарауын рауаждандыруға айрықша ітібар қаратып, қабыл етілген бір қатар фарман қарарлар менен көптеген мүмкіндіктер һәм жеңілдіктер берілмекте. Бұл мүмкіндіктер һәм жеңілдіктер тикарында телекоммуникациялар тарауын реформалау һәм мемлекеттік тарапынан қолдап-қуаттылау механизмдерін жетілдіру үшін тараудың құқи тикарларын қабыл ету зарur деп болмақта. Bundan 14 жыл алдын, яғни 2013 жылы қабыл етілген Қарақалпақстан Республикасының телекоммуникациялар хақындағы низамында телекоммуникациялар тарауындағы тикарғы түсініктер халықаралық нормаларға анықтық кіртілмегендігі себеплі осы низам менен амалияттағы анықсыздықтар тәртіпке салынбақта. Бұл тарауда түптен жетілдіру һәм құқи тикарларды анық белгілеп беруге бағдарланған телекоммуникациялар хақындағы Қарақалпақстан Республикасының низамы жойбары істеп шығылды. Низам жойбары Өзбекстан Республикасының телекоммуникациялар хақындағы низамы Өзбекстан Республикасы президентінің тиісті фарманы һәм қарарларына тикар комитетімізге ағза депутаттар, Әділдік министрлігі, Конституциялық бақылау комитеті һәм тарау қанегелерімен біргелікте істеп шығылды. Низам жойбарының тикарғы мақсаты телекоммуникациялар инфраструктурасынан пайдалану тәртібі құқи жақтан бекемлеу, тарауда мемлекеттік саясатының тикарғы бағдарларының бірі сипатында интернет һәм жаһан мәлімдеме тармағынан пайдалануды тәмінлену үшін шарайтлар жарату һәм телекоммуникациялар тарауындағы қатынастықтарды тәртіпке салудан ібарат. Құрметті депутаттар, әмелдегі низамда 28 статья болып, 27 статьясына өзгеріс һәм қосымша нормалар кіргізілді. Бір статьяны шығарып тастау һәм жаңадан 4 статья менен толықтыру ұсыныс етілмекте. Әмелдегі низамның 96% статьяларына жаңадан өзгертулері менен байланысты болғанлығы себеплі осы низамды жаңа редакцияға қабыл ету зарарлығы пайда болмақта. Жаңа низам жойбары 7 бап һәм 37 статьядан ібарат болып, телекоммуникация тарауында жұмыс алып барудың құқи тикарлары һәм нормалары белгіленмекте. Атап айтқанда, іспілемелерге телекоммуникация инфраструктурасы объектілерінен біргелікте пайдалануға рұқсат берілуі, бұндан тысқары тикарғы түсініктер халықаралық нормаларға мауафиқластырылуы арқылы амалияттағы анықсыздықтар сапластырылуы. Телекоммуникациялар һәм телекоммуникация қызметлері, байланыс линиясы, домен атамасы, тәртіп режесі, пайдаланушы құрылмасы һәм басқа да түсініктер анықластырылуы. Оператор һәм провайдерлердің өз ара тармақ қызметлерін халыққа көрсетілетін телекоммуникация қызметлерінен ажырату нормалар кіргізілуі. Операторлардың каналлар ижарасы һәм тармақлар аралық жалғану сияқты қызметлері мобиль байланыс қызметі категориясынан шығарылуы. Тармаққа рұқсатсыз кіру һәм халықаралық тарифтегі өткерудегі орнатылатын қорғау илаждарын айланып өту үстіне қадағалау орнату тикарлары белгіленіп қойылмақта. Низам жойбарын қабылдау арқылы төмендегі нәтижеге ерісу күтілмекте. Атап айтқанда, біріншіден, халыққа һәм телекоммуникация тарауындағы жұмыс алып барушы субъектілерге бір қатар қолайлықтар жарату һәм телекоммуникация инфраструктурасынан нәтижелі пайдалану мүмкіндігін жарату арқылы қызметтердің қамтып алынуы һәм сапасы артырылады. Екіншіден, интернет һәм жаһан көлеміндегі мағлұматтар тармағынан пайдалану мүмкіншіліктері, инвестицияларды тарту үшін қолайлы шарайтларды жарату, заманауи инновациялық мағлұмат һәм коммуникация технологияларын енгізу бәсеке орталығын рауаждануына алып келеді. Үшіншіден, елімізде телекоммуникация тарауында тұрақлы рауажданып атырған жеке іспілемелердің қатынасулары тәртіпке салынады һәм іспілемелердің құқи
кепілдіктері тәмінленеді. Төртіншіден, ұлыма пайдалану пункттері, соннан ауылдық жерлердегі кіші іспелемелік субъектілерінің ұлыма пайдалану пункттері тарапынан мағлұматларды жеткеріп беру тармақлары қызметлерін көрсетуге, ауылдық жерлерде кіші іспелемелік субъектілері тарапынан жергілікті, қалалар аралық һәм халықаралық телекоммуникациялар тармақлары қызметлерін көрсетуге байланысты жұмыс үшін лицензия талап етілмеу іспелемелерді тартуды жеңілдестіріледі. Құрметті депутаттар, бұл нызамның қабыл етілуі менен телекоммуникация тарауындағы тиісті нызам құжеттеріне өзгерістер һәм қосымшалар кіргізілуі талап етіледі. Соның ішінде 2013 жылы қабылданған Қарақалпақстан Республикасының телекоммуникациялар хақындағы нызамы өз күшін жойытқан деп табылады. Бұл нызам қабыл етілген жағдайда, оны әмелге асыру үшін мемлекеттік бюджеттен қосымша қаржылар талап етілмейді. Жоғарыдағыларды есепке алып, телекоммуникациялар хақындағы Қарақалпақстан Республикасының жаңа редакциядағы нызам жобарын қолдап қуатлауыңызды сұраймын. Қуатлаңыз үшін рахмет. Мархамат Мұрат Өтепбергеновичке сұрақ беріш депутаттар бар ма? Мархамат. Ассаламу алейкум, құрметті Аманбай Тілеубаевич, депутаттар, сессияға қатысушылары. Мен Қырғызстан Айбек сайлау округынан депутат Романов Тәжбай Ниетілаевич боламын. Хақиқаттан да соңғы жылдары телекоммуникация тарауында үлкен өзгерістер һәм жаңалаулар болмақты. Енді баянатшыға сұрауым, жаңа низам жойбарында республикалық атқарушы хакимият ұйымдарына телекоммуникациялар тарауында қандай міндеттемелер жүкленгенлігі хақында айтып берсеңіз. Рахмет сұрауыңыз үшін. Осы сұрауыңыз бойынша міне жаңа низамда бүтін бір статья, яғни 12-ші статья міндеттілер толығымен белгілеп қойылған. Соны айтып өтуіміз керек. Мысалы ретінде, мысалға жәмиетлік, һәм хакімшілік, тұрақ жай һәм санат аймақтарында телекоммуникациялар құралдарын орнату үшін тиісті жер учаскалары ажыратылады. Сонымен бірге қала һәм район орайларындағы мобиль байланыс тармақлары һәм оның базалық станциялары электр тармақтарының өшірілмейтін объекттер тізіміне кіргізілуі мәжбүри тәртіпте назарда тұтылған. Сол үшін бұл қанша жеңілдік, жаңа жоғарыда низамда айтып кеткендей, іспелемелерге һәм қосымша нелер үшін барша имканаттар сол низаммен біздерде белгілеп берілген. Рахмет. Бар ма және сұраулар? Рахмет, отырың. Құрметті депутаттар, енді күн тәртібіндегі мәселе бойынша қарар қабыл етуіміз керек. Сол қарар проекті барлық депутаттарымызға тарқатып берілген. Сол қарар проекті бойынша мына себеп білдірілуін сұраймын. Мархамат, құрметті депутаттар. Рахмет, қарар қабыл етілді. Құрметті сессия қатынасушылар, енді Қарақалпақстан Республикасының айрым низамдарына өзгерістер һәм қосымшалар кіргізу хақындағы Қарақалпақстан Республикасы низамының жойбары туралы мәселені көріп шығамыз. Осы мәселе бойынша сөз жоғары кеңестің сот құқық мәселелері һәм коррупция қарсы күресу комитеті басшылығы Алишер Атажановқа беріледі. Мархамат, Алишер Ерболатович. Ассаламу алейкум, құрметті Аманбай Тілеубаевич. Құрметті депутаттар, сессия қатынасушылары. Сіздердің диққатыңызға Қарақалпақстан Республикасының айрым низамдарына өзгерістер һәм қосымшалар кіргізу хақында Қарақалпақстан Республикасының низамының жойбары ұсынылмақта. Низам жойбары Қарақалпақстан Республикасы жоғарғы кеңесі президиумының 2025 жыл 14 июль күнгі 290 санлы қарарымен тасдиқланған 2025 жылдың екінші ярында өткерілетін текарғы іләжлардың жобасын орындау мақсатында ісіліп шығылды. Низам жойбарында әрекеттегі 10 низамға өзгеріс һәм қосымшалар кіргізу ұсынылмақта. Өзгерістер Өзбекстан Республикасының 2024 жыл 17 октябрдегі жаңа редакциядағы Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етілгенлігі мүнәсебетіменен Өзбекстан Республикасының айрым низам жүйелеріне жергілікті мемлекеттік хакимият ұйымдарының жұмысын жетілдіруге қаратылған өзгерістер һәм қосымшалар кіргізу хақындағы 976 санлы низамы һәм 476, 683, 779, 963 сондай Қарақалпақстан Республикасының нормативлік құқықи актілер хақындағы низамына текар Қарақалпақстан Республикасының низамшылық актілерін жетілдіру һәмде тиісті нормаларға түзетулер кіргізу зәрулігі пайда болмақта. Атап айтқанда Қарақалпақстан Республикасының қалаба хабар құралдары хақындағы низамына мемлекеттік қалаба хабар құралдарының жұмысының еркінлігін, олардың мәлімдемені іздеу, алу, ондан пайдалану һәм
тарқатуға болған құқықтарының әмелге асырылуы, қалаба хабар құралларының мүлік құқын мемлекеттік ұйымлардың заңсыз қарарларынан, олардың лауазымды шақсыларының заңсыз әрекетлерінен қорғалуының кепілдеуі, мемлекеттік қалаба хабар құралларына салықлар һәм басқа мәжбүри төлемдер һәм тарифлер бойынша жеңілдіктер һәм преференциялар беру, мемлекеттік субсидиялар, мемлекеттік грантлар һәм мемлекеттік социалдық бұйыртпалар системасы арқылы қаржылай қолдап қуатлау, материалдық техникалық базасын бекемлеу бойынша комплекслі ілажларды іслеп шығу һәм әмелге асыру, редакциялар қызметкерлерін социалдық қолдап қуатлау, қалаба хабар құралларын қолдап қуатлау қорының жұмысын шөкімлестіру, редакциялар қызметкерлерін таярлауға, қайта таярлауға һәм олардың мамандығын арттыруға көмектесу жолдары мен қолдап қуатлау хақындағы өзгеріс қосымшалар кіргізілмекте. Сондай-ақ Қарақалпақстан Республикасының халық депутатлары районлық һәм қалалық кеңес депутатының статусы хақындағы замына ұсын зам жойбары менен бірқатар өзгеріс қосымшалар кіргізілмекте. Оған муафық сайлау округінің аймағы басқа әкімшілік аймақлық бірлік құрамына өткерілгенде, ямаса оның аймағында жаңа әкімшілік аймақлық бірлік шөкімлестірілген тағдырде, осы сайлау округінен сайланған депутаттың уәкілеттіктері сақлап қалынуы, тиісті халық депутатлар кеңесінің осы кеңес тарапынан түзілген өзі құрамына сайланған комиссияның мәжіліслерінде бір календар жыл ішінде 30 һәм оннан артық жұмыс күні себепсіз қатынаспаған жағдайда сырт мемлекеттің тұрақлы жасау гуалығын ямаса сырт мемлекет аймағында тұрақлы жасау құқын тасдиқлаушы басқа хүжеті алған жағдайда депутаттың уәкілеттіктері мүддетінен бұрын тоқтатылуы. Соның менен бірге жаңа норма сипатында депутаттың әдеп икрамлық қағидалары депутат тарапынан бұзылғанлығы үшін депутатқа қарата тәсір шаралары қолданылуы мүмкіндігі белгіленбекте. Яғни депутаттың әдеп икрамлық қағидаларын бұзуға жол қоймаслығы көрсетіп өтілген халда депутатқа ескерту беру, депутаттан тиісті халық депутатлар кеңесі, сондай-ақ өзі құрамына сайланған комиссия мәжіліслерінде кешірім сұрауды талап ету, депутаттың әдеп икрамлық қағидалары бұзылуына депутат тарапынан жол қойылғанлығы фактін тиісті халық депутатлары кеңес мәжілісінде оқ бейістіру құсаған жаңа нормалар белгіленбекте. Бұндан басқа баспа сөз жұмысы хақындағы журналистің кәсіптік жұмысын қорғау хақындағы мәлімдеме алу кепілдіктері һәм еркінлігі хақындағы Қарақалпақстан Республикасының заңдарына кіргізіліп отырған өзгерістер текарында еледе жетілдірілмекте. Бұл низам жойбары менен Қарақалпақстан Республикасының қалаба хабар құраллары хақындағы низамға жаңадан кіргізіліп отырған өзгерістер арқылы қалаба хабар құраллары жұмысының еркінлігін, олардың мәлімдемені іздеу, алу, ондан пайдалану һәм тарқатуға болған құқықтарының әмелге асыруында қызмет етеді. Бұндан басқа да парламенттік қадағалау хақындағы низамына кіртіліп отырған өзгеріс қосымшалар мемлекеттік басқарудың және де тең салмақлы һәм демократиялық системасын тәмінлейді. Құрметті депутатлар, осы низам жойбары дәслепкі тәрізде жоғары кеңестің сот құқық мәселелері һәм коррупция қарсы күресу комитетінде һәм тиісті тарау қанегелерімен біргелікті долаланды. Сондай-ақ Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақылау комитетінің һәм әділдік министрлігінің құқықи жумағы есеп қалынды. Сондай-ақ ұсынылып отырған низам жойбары ұлыма халықтық додалау үшін қалаба хабар құралларында жарияланды. Құрметті депутатлар, сіздерден осы низам жойбарын қолдап қуатлауыңызды һәм қабыл етуіңізді сұраймын. Қатысуларыңыз үшін рахмет. Алишер Ерплатовичке сұраулар бар ма? Рахмет, отырым. Құрметті депутатлар, енді күн тәртібіндегі мәселе бойынша қарар қабыл етуіміз керек. Қарар проекті сіздерге тарқатып берілген. Осы қарар проекті бойынша мұнасабет білдіруіңізді сұраймын, мархамат. Қарар қабыл етілді. Құрметті депутатлар, енді қамбағалықтан абадалыққа қарай бағдарламасы текарында белгілеп берілген вазифалардың орындалуы бойынша Қарақалпақстан Республикасы қамбалды қысқартудан бәнділік министрлігіне жіберілген парламенттік сұрауының нәтижесі туралы мәселеге өтеміз. Баршаңыздың хабарыңыз бар, жоғары кеңестің өткен 5-ші сессиясында осы мәселе бойынша қамбалды қысқартудан бәнділік министрлігіне парламенттік сұрау жіберілген еді. Енді бүгінгі сессиямызда осы парламенттік сұраудың нәтижесін қарап шығамыз. Бұл мәселе бойынша сөз қамбалды қысқартудан бәнділік министрі Қуанышбай Азербаевқа беріледі. Мархамат Қуанышбай Көшкімбаевич.
Ассалаумағалейкум, Аманбай Тілеубаевич, құрметті депутатлар, сессия қатынасушылары. Ең дәслеп жаңа жұмыс орынларын жаратуда халықтың бәндігін тәмелеу, қамбалық қысқартыру мәселесінде жақыннан әмели жәрдем беріп кетірген депутатларымызға осы фұрсаттан пайдаланып өзімнің ризашылығымды білдіремін. Рұқсат берсеңіз, қысқаша халықты дараматлы минетпен тәмелеу һәм қамбалық қысқарту бойынша алып барылып атырған жұмыслар, сондай-ақ министрлік алдында тұрған тикарғы вазифалар хақында есебат берсем. Құрметті президентіміз тарапынан өткен жылдар давамында қамбалық қысқарту, халықтың социалдық қолдап қуатлау, тұрмыс шариатлар һәм мәхәлле инфраструктурасын жақсылауға қаратылған бірнеше фәрман һәм қарарлары қабыл етілді. Атап айтқанда 2025 жылдың 17 январдағы осы 2025 жылы халықтың бәнділігін тәмелеу һәм қамбалықты қысқарту ләжілері хақындағы 12 санлы қарары қабыл етілді. Осы қарарға тикар республикамызда халықтың бәнділігін тәмелеу һәм қамбалық қысқартудың мақсатлы көрсеткіштері һәм тикарғы вазифалары, оны орынлаудың анық механизмлері көрсетіп берілді. Қарар тикарында 2025 жылы республикамызда жәмі 125.831 бұқараларды дараматлы минетпен тәминлеу һәм 22.131 шаңырақ, бұлардан 101.821 393 бұқараны қамбалықтан шығару, сондай-ақ 17.821 бұқараларды кәсіп өнер һәм іспілерменлік көнікпілеріне оқыту белгіленді. Соның менен бірге коммерциялық банклер тарапынан халықтың бәнділігін тәмелеу институттарына қамтып алуда кіші һәм орта бизнеске 6,1 триллион сум, сондай-ақ бағдарламалар тикарында 1 триллион сум кредит қаржылары ажыратылуы белгілеп берілді. Осы жылдың өткен 11 ай давамында 170.741 бұқаралар дараматлы жұмыслармен тәминленіп, жылдық реже 136%-ке орынланды. Тараулар кесімінде айтатын болсақ, коммерциялық банклер тарапынан тұрақлы жұмысларда һәмде іспілерменлікке қамтып алуда 418 бұқараның бәнділігі тәминленген. Ауыл қожалық тарауында 34 мыңнан астам, құрылыс тарауында 7 мыңнан астам қоралардың бәнділігі тәминленді. Сондай-ақ инвестициялық жобалар іске қосу есабынан 12.919 жұмыс орынлар жаратылып, дараматлы жұмысларда халықтың бәнділігі тәминленді. Өз кезегінде халықтың бәнділігін тәминлеу һәм дараматын арттыруға төмендегілердің есабынан ерсілді. Атап айтқанда, мәхәллелерді категорияларға бөліп алынды, яғни 245 мәхәлле қанегелескен, 139 мәхәлле терең қанегелескен мәхәллелер қатарына кірілді. Ал қалған 68 мәхәлле әзіргі уақытта қанегелесу төмен болып, бұны бірінші матқа шеген қанегелестіруін орта қанегелескен дәрежеге жеткеру белгілеп алынды. Міне осы тикарда мәхәллелерге санат кіргізу, қызмет көрсету, сондай-ақ шаруашылық, диқаншылық, құсшылық һәм өнерменшілік жөнелістерінде бақасы 754,7 миллиард сомлық жәмі 21 мыңнан астам микрожобалар әмелге асырылып, 49 мыңнан астам бұқаралардың дараматын арттыруға ерсілді. Бұндан тысқары өткен жылдарда аукцион арқылы бұқараларға ижараға берілген 15.885 гектарларда ауыл қожалығы егінлер егіліп, нәтижелі пайдалануы тәминленбектер. Соның менен бірге қитақ жерлерден 20.369 гектар тикарғы майданларға арзауға егінілдері һәм 9.114 гектарға тәкрари майданларға егінлер егілді. Бұндай жоғары нәтижелерге ерісуде мәхәллелерде хәкім жәрдемшілер ұсыныс тикарларында коммерциялық банклер тарапынан осы жылдың өткен дәуірінде кіші һәм орта бизнеске 6,5 триллион сум, сонынан іспілерменлік бағдарламалар тикарында 2 триллион сом кредитлер ажыратылды. Сондай-ақ жыл басынан сырт ел минет миграциясынан қайтып келген 60 мыңға жақын бұқаралардың бәнділігі тәминленді. Қала һәм районлық бәндік бөлімдерінде жұмыс сұрап müracaat etкен 38 мыңнан астам жұмыссыз бұқараларды кархана һәм шөкімдерде бос һәм резервленген жұмыс орындарына жайластырылды. Сондай-ақ хәкім жәрдемшісі мәхәлледегі жұмыссыздардың өз қалаулылары һәм минет базарында талапларынан келіп шығып, 17 мыңнан астам жұмыссыздар һәм қамбал шаңырақ ағзалар кәсіп өнер һәм іспілерменлік көнікпелеріне қамтып алынды. Оқуға қамтып алынды. Соны атап өту керек, биылғы жылы кәсіп көнікпелер орайларында минет базарының талапларынан келіп шығып, қосымша 6 жаңа кәсіплерге оқыту жолға қойылды. Атап айтқанда электромобильдерді оңлау һәм бағдарлаушы, қияш панельдерін орнату һәм оңлау,
электр көтергіштерді, яғни лифт һәм эскалаторларды оңлау, оларға қызмет көрсету бойынша слесарь монтажшы, видеограф, мобилограф һәм басқа кәсіптерге оқыту жаңа түрлері қосылды. Құрметті Аманбай Тілеубаевич, құрметті депутаттар һәм сессия қатысушылары, енді құрметті президентіміз белгілеп берген бағдарлама текарында қамбағал шаңырақлар үшін 7 имканият һәм 7 жауапкершілік принципі текарында қамбағал шаңырақларға индивидуал қызметлер қалыптастырылып келінбекте. Осы жылдың өткен дәуірінде 101 мыңнан астам шаңырақлардың тұрмыс шараяты үйреніліп, сонdan 45 мың шаңырақ қамбағал шаңырақлар реестріне кіргізілді. Бұл шаңырақлар менен мәнзілді сезіп, халықтың қамбағалықтан шығару, әр тәреплеме жәрдем көрсетілуін тәмінлеу мақсатында индивидуал ережелер ісіліп шығып, әмелі ләжілер белгілеп алынды. Атап айтқанда 37 мыңнан астам шаңырақларға жәмі 334-те 8 мың қызметлер біріктірілді. Сонdan 59-да 3 мың қызмет тұрақлы бәнділік һәм жоғары дараматқа ерсу, 200 мыңнан астам социалдық қызметтерден пайдалану, 15 мың қызмет кепілленген медициналық қызмет көрсету, 11 мыңға жақын білімлендіру һәм кәсіп өнерге үйрету, 14 мың мәхәлле инфраструктурасын жақсылау һәм 6 мың қызметлер тұрақ жай һәм жасай шарайатларын жақсылау болып есептеледі. Осы тикарда бүгінгі күнде 28 мың 482 қамбағал шаңырақлардың дараматын асыру бағдарында 51 мың 810 қызмет көрсетілді. Яғни 20 мыңнан астам бұқара жұмысқа орналастырылды, 11,5 мың бұқараға субсидия һәм кредит ажыратылды, 17 мыңнан астам бұқаралар іспілерменлікке тартылды, 2,5 мыңға жақын бұқаралар кәсіп өнер һәм іспілерменлікке оқытылды. Сондай-ақ 96 ауыр махаллелерде қитақ жерлер суғару коммуникациясын жақсылау, инфраструктурасын жақсылауға қаратылған 319 миллиард пұл ажыратылып, бұл жерде осы 96 махалледе ауыр махаллелерге су тарту, электр бағаналары, трансформаторлар орнату бойынша бір қанша жұмыслар әмелге асырылды. Алып барылған әмелі дәрежелер нәтижесінде ұлыма 25 мың 900 шаңырақ, яғни 110 мыңда 300 қамбағалықтан шығарылды, бұқара қамбағалықтан шығарылды. Жыл басынан 171 мың бұқара дараматлы минетпен тәмінленді. Нәтижеде жұмыссыздық дәрежесі жыл басындағы 5,8%-тен 5,1%-ке түсіру ерсілді. Қалай берсе, қамбағалық реестрінде 10,8% қамбағалылар болған болса, осы 11 ай давамында қамбағалық реестрінде 4% қамбағал шаңырақлар қалды. Құрметті депутаттар, рұқсат берсеңіз, 2026 жылы халықтың бәнділігін тәмінлеу қамбағалық қысқарту бойынша қысқаша айтып өтсем, құрметті президентіміз тарапынан Али Мәжіліске көп міндетті халқымызға жолдаған мұражатында кейінгі жылда 2026 жылда мәхәллелерді рауаждандыру һәм жәмиетті жетілдіру жылы деп жариялады. Сондай-ақ 2026 жылдың жұмағыменен қамбағаллық һәм жұмыссыздық дәрежені 4,5%-ға түсіру мақсат етіп белгілеп берілді. Бұнда 2026 жылда халықтың бәнділігін тәмінлеу һәм қамбағаллық қысқарту бұл жойбарлық жандасу тикарында әмелге асырылады. Дәслеп есеп кітаптарымыз тикарында келесі 2026 жылда 205 мыңнан астам бұқаралардың дараматын арттыру. Бұнда 49 мың 800 бұқараны тұрақты жұмыс орындарына жайғастыру һәм 52 мың жұмыс орынларын легалластыру белгілеп алынды. Бұның үшін 15-тен астам бағдарламалар һәм жойбалар әмелге асырылады. Яғни тұрақлы келешекке қарай дәстүр тикарында 17 мың жастардың бәнділігі тәмінленетін болса, биылғы жылы тәжірибеден келіп шығып, бір контур бір өнім принцип тикарында ижара жер майданларында егу жұмыслар жүйкемлестіріледі. Бұл арқалы 5600 бұқаралардың дараматлары 2 есеге артады. Бәнділік органлары жұмыс берушілермен бірге іслесуші бағдарламасын әмелге асыру үшін жойбарлау топтары асан іш электрон платформасы іске түсіріліп, 8 мыңнан астам бұқаралардың бәнділігі тәмінлеу белгілеп алынған. Сондай-ақ мехнат севар аял бағдарламасы жолға қойылады. Бұл жолдар арқалда 500-ден астам аял қызларды бухгалтер, рекрутер, колорай, операторы, сауда платформалар менеджер кәсіптеріне оқытылып, өз үйінде бәнділігі тәмінлеу режелестіріп алынған. Сондай-ақ имканият шекленген бұқаралар үшін минет базарында теңдей шариат жаратып беру ең тикарға вазифаны ұстап қалады. Осы тикарда тең имканият инклюзив бәнділік бағдарламасы енгізіліп, бұл арқалы 2300 майып шақсылардың бәнділігін тәмінлейміз. Бұның үшін бірге іслеуші карханаларға белгіленген квота шеңберінде олардың талабы тикарында бұқаралары кәсіпке оқытылып, карханаларда жұмысқа жайғастырылады.
Соны атап айту керек, 2026 Қазақстан Республикасында жаңа Өзбекстан көрінісіндегі 89 махаллелер, сондан 2 район Қоңырат һәм Шымбай районларын жұмыссыздық қамбалықтан аулақ аймаққа айландыру белгілеп алынған. Hürmetli Ambay Tülübaş, hürmetli deputatlar, meclis katılımcıları, Қазақстан Республикасында халықтың бәнділігін тәмелеу қамбалық қысқарту бағдарламасы текарында алдағы вазифалардың толық һәм сапалы орындалуын тәмінлеуде тиісті тарау басшылары мен әкімдіктермен біргелікте барша иләжларды көреміз. Қысқаша есебатын сонына барады. Рахмет. Қуанышбай Көшкінбаевқа сұраулар бар ма? Рахмет, отырың. Hürmetli депутатлар, енді күн тәртібіндегі мәселе бойынша қарар қабыл етуіміз керек. Қарар проекті депутатларымызға тарқатып берілген. Осы қарар проекті бойынша мөнәсәбет білдірілуін сұраймын, мархамат. Қарар қабыл етілді. Демек, құрметлі депутатлар, енді Қарақалпақстан Республикасы аймағында ұлыма пайдаланудағы автомобиль һәм ішкі жолларды һәмде көпірлерді оңлау бағдарында алып барылып отырған илажлардың барысы бойынша автомобиль жоллары бас басқармасына парламентлік сұрау жіберу туралы мәселе өтеміз. Бұл мәселе бойынша сөз жоғары кеңестің санат, құрылыс, транспорт һәм мәлімдеме технологиялары мәселелер комитет басшылығы Исламбек Сыдықовқа беріледі. Мархамат, Исламбек Мұратбаевич. Ассалаумағалейкум, Аманбай Тілеубаевич. Ассалаумағалейкум. Құрметті депутаттар, һәм сессия қатысушылары, жоғарыда баянатшыларымыз сол елімізде әмелге асырылып отырған реформалар һәм құрметті президентіміз тарапынан тасдиқланған қарарлар шеңберінде үлкен өзгерістер хақында айтып өтті. Қатары автомобиль жолдарын рауаждандыру мақсатында оларды құру, реконструкция қылу һәм толық оңлау жұмыстары бойынша да кең көлемді жұмыстар әмелге асырылмақта. Автомобиль жолдары хақындағы Өзбекстан Республикасының 2007 жылы 2 октябрьдегі 117 санлы заңы һәм тиісілі үкіметтік қарарлар талапларының орындалуы бойынша Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесінің санат, құрылыс, транспорт һәм мәлімдеме технологиялары мәселелері комитет тарапынан автомобиль жолдары бас басқармасы тарапынан жол тарауында алып барып отырған жұмыстары үйреніп шығылды. Соңғы жылдар davomida республикамыз аймағында ұлыма пайдаланудағы автомобиль жолларын күнделікті оңлау жұмыстары шеңберінде жамы 2885 км ұзындықтағы жол һәм 38 дана көпірлер оңланған болса, 2 дана заманауи типтегі автоматластырылған тәрезелер жаңадан құрылған. Сонан, Министрлер кабинетінің 2020 жыл 5 марттағы 124 санлы қарарына тикар Азия рауаждану банк қатынасында Қоңырат район аймағынан өтуші халықаралық ақыметтегі А380 Ғузар Бұхара Нүкіс Бейнеу автомобиль жолының 964-1204 ұлыма ұзынлығы 240 км аралығын жаңадан цемент бетон қапламалы жол құрылып, осы жылы пайдалануға тапсырылды. Құрметлі президентіміз 2023 жылы 25 январдағы президентіміздің 25 январдағы 404 салы қарарына тикар Қараөзек районының аймағынан өтуші А380 Ғузар Бұхара Нүкіс Бейнеу автомобиль жолының 698 км һәм 753 км аралықтарында автоматластырылған көлем һәм салмағын қадағалаушы тәрезі пункттері құрылды. Бұндан тысқары ішкі жолдарды оңлау бағдарламалар шеңберінде 2024 жылда республика аймағында жамы 907 км ішкі жолдар оңланып пайдалануға тапсырылған. Бүгінгі күнде бұл жұмыстар нәтижелі давам еттіріліп, 2025 жылда ұлыма ұзынлығы 443 км ұлыма пайдаланудағы автомобиль жолдар һәм 335 км ішкі жолдарды реконструкция қылу һәм оңлау жұмыстары әмелге асырылмақта. Соның ішінде құрметті президентіміздің 2024 жылы 24 декабрьдегі 454 санлы қарарына тикар инвестиция бағдарламасы шеңберінде Беруни районы Абай массивіндегі Үргіт еркін экономикалық зонасына алып барушы 3 км ұзынлықтағы ішкі қожалық автомобиль жолын құру һәм қайта құру жұмыстары әмелге асырылды. Осы қарарға тикар 698-723 А380 км жолының, яғни 25 км бөлігінде қайта құру жұмыстары алып барылмақта. Енді құрметті депутатлар, сессия қатысушылар, дегенмен бүгінгі күнде сол айырым объектілерде құрылыс оңлау жұмыстары төмен дәрежеде алып барылып отырғандығы себеплі объектілердің өз уақытында пайдалануға тапсыру кешіктіріліп жатқан жағдайларымыз анықталып жатырды. Атап айтқанда, Министрлер кабинетінің Президиум мәжілісінің 29 санлы баянламасына тикар Д233 Нөгіс Ақмаңғыт Кегелі Шымбай Қазақдария ауылы
автомобиль жолының 94-ші километрі 99-ші километрінде жайласқан көпірлерді қайта құру жұмыстары үйрену дәуіріне шекем жұмбақланбаған. Сондай-ақ министрлер кабинетінің 2024 жыл 30 декабрдегі 901 санлы қарарында белгіленген елік қаладағы 607 километрдегі һәм 610 километрде жайласқан көпірлерде қаржы деректері ажыратылған болса да, бүгінгі күнге шейін құрылыс жұмыстары жұмбақланбаған. Сонымен бірге, құрметті президентіміздің 2025 жыл 1 апрелдегі ПК 132 санлы қарарына тикар Шимбай районында Д-234 автомобиль жолының 47-50 километрлері һәм 57-58 километр аралықтарын оңлау жұмыстары жұмбақланбастан қалмақта. Осы қарар шеңберінде Шимбай районы Жібек жолы махаллесінен өтуші Береуни көшесінің 2 километр бөлігіндегі жұмыстарда жұмбақланбастан қалып атырыпты. Жоғарыдағылармен бір қатарда, құрметті Аманбай Тілеубаевич, тікелей өзіңіздің тапсырмаңызбенен республикамыз аймағындағы барлық көпірлерді үйрену бойынша іші топар тасқыланып, бүгінгі күнде іші топар 3 ай давамында һәмбе көпірлерді қатлаудан өткердік. Яғни сол әрбір көпірдің геолокациясы, олардың экономикалық, техникалық тикарлары һәм QR кодқа байланған паспортлар істеп шығылды. Қатлау нәтижесіне муафық республикамыздағы жамы 1461 дана көпірлер, соның ішінде автомобиль жолдары бас басқармасына тиесілі 656 дана көпірлерден 27 данасы авариялық жағдайда екенлігі анықталып, басқарма тарапынан бұл көпірлерді оңлау бойынша тиесілі илаждар көру керек. Сондай-ақ бұл көпірлердің жағдайлары бойынша 16-шы Ұлыбақ сайлау округінен депутатымыз Мамбет Шарипова Назира апа, Шымбай сайлау округінен Жалғас аға Бердіхановларда сол көпірлер бойынша көп ұсыныстар берген. Жоғарыдағылар есеп қалып, құрметті депутатлар, Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесі хақындағы Қарақалпақстан Республикасының заңының 10-шы статьясы һәм парламенттік қадағалау хақындағы Қарақалпақстан Республикасының заңының 14-шы статьясына муафық жоғарыда көрсетілген ұнамсыз жағдайларға алып келетұғын себеп һәм шараятлар, олардың ақыбетлері бойынша анализленген жұмыстар, бұндай жағдайларды сапластыру барысында әмелге асырылуы тиіс болған комплекслі һәм системалы илаждар хақында жазба түрде тикарланған түсініктер беру талабы қойылған автомобиль жолдары бас басқармасына жоғары кеңестің парламенттік сұрауын жіберуді мақсат еткен муафық деп есептеймін һәм қолдап қуатлауыңызды сұраймын. Диққатларыңыз үшін рахмет. Исламбек Мұратбаевичке сұраулар бар ма? Мархамат. Assalamu alaikum. Nazira Mambet Шарипова, 16-шы Ұлыбақ сайлау учаскасының округінен кешірерсіз. Həmеңізді келтірген жаңа жыл мен құттықтаймын. Кеше ғана президентіміз Өзбекстан халқына һәм парламентіне жолдама жолдаған уақытта жергілікті округлардың депутатлардың жергілікті парламенттің уәкілдігін күшейтетін бір үлкен инициативаларды, басламаларды айтты. Бұл әлбетте депутатлық сұрауына байланысты. Меніңше ендігіден былай һәмме министрліктер өздері біз депутатлық сұрауын берген уақытта тура анық жауап береді деген үміттеміз. Мінекей қазір сіз айтып өттіңіз, рахмет. Ұлыбақ халқына қаншелі жақсы жәрдем болды, көпір құрылды. Өзі турасын айтқанда жоллар һәммеміз жақсы білеміз. Бұл экономиканың қантамыры, алысты ауырымызды жеңіл қылады, алысымызды жақын қылады. Адамларды қинап отырған ең үлкен машқалалардың бірі де сол жоллар мәселесі. Сол сіз комитет тарапынан ұсынылып отырған парламент сұрауына және бір факті қосуды ілтимас етер едім. Хабарыңыз бар, Ұлма Өзбекстанда халықаралық финанс институтларымен біргелікте қоспа жойбарлар әмелге асырып жатыр. Абаданластыру, ұзақ аймақларды абаданластыру бойынша. Бұл бойынша Төрткүлде 16-шы сайлау біздің учаскамызда үлкен территория жол құрылысы жойбарға қойылған. 2-3 жылдан бері Ислам Тарақият банкының АПЕК дәстүрімен біргелікте бұл жойбар еле жұмыс басылаған жоқ. Осы жойбарлардың мониторингімен кім шұғылданады, қашан жұмыс басыланады, қанша адамдар күту керек? Президент қарары қабыл етілген бұл бойынша. Сұрауды да қоссаңыз жақсырақ болар еді. Біздер адамдарға не деп жауап берерімізді білмейміз. Ауылық рахмет сұрауыңыз үшін. Ауылық жерлерді тұрақты рауажландыру бағдарламасы хақында айтып атырсыз. Демек, бұл әзіргі күнде 2 басқышта әмелге асырылып атыпты. Бірінші басқышында біздер министрлер кеңесі тарапынан
министрлер кеңесі жанындағы бірден бір бұйыртпашы қызметі инженеринг компаниясы тарапынан 47 объектте, социалдық объектілерде құрылыс жұмыстары барлық толық жұмақланды, Аманбай Төлебаевич. Екінші басқышта енді ішкі жоллар, ішімлік су һәм және социалдық басқа объектілерді оңлау назарда тұтылған. Бұның ұлыма жәмі 196 объект, содан 86 объекттің тендерлары шаффаф құрылыс системасында әмелге асырылды. Бұл жұмыстарда осы алдымыздағы жылымыздан бастап құрылыс жұмыстары давам етеді. Демек келесі жылда басталады. 26 жылдан бастануы режелестірілген. Бар ма және мархамат ұсыныстар, сұраулар? Ассаламу алейкум, hurmatli депутатлар. Сессия қатынасушылары 45-ші Шомана сайлау округінен жоғарыңыз депутат Ұлыбайжан. Менікі енді сауал емес, мына парламент сұрауының текстімен танысып шықты, соның ішінде айрым бір пікірлерді айтпақшымын. Ұлыма жүда жақсы істеп шығылған, актуаллығы жүда жоғары дәрежеде мәселе, енді депутатларым айтып жатыр. Бұл мәселеде формулировкасында осы парламент сұрауының берген уақытта текстте бір азғантай әтібар қаратқан мақұл шығар деп ойлаймын. Тикар үшін қабілетсе болады. Бірақ мына жерде мәселен жоғары кеңесі біріншіден жұмақлау хақында дейміз, екіншіден жұмақлау хақында дегенде ең ақырында жазба түрде текарланған түсініктер беру талабы қойылған деген. Формулировкасында редакциясы сәл нелеу болып кеткенде, жұмақлау хақында Рахмет. жазба түрде қалай беріледі, сол рахмет. Бар ма және сұраулар, ұсыныстар? Рахмет, отырың. Құрметті депутатлар, енді күн тәртібіндегі мәселе бойынша қарар қабыл етуіміз керек. Сол қарар проекті сіздерге тарқатып берілген міне. Сол қарар проекті бойынша мұнасабат білдіріңіз сұраймын, мархамат. Рахмет, қарар қабыл етілді. Құрметті депутатлар, енді коммерциялық банкілерде бағдарламалар шеңберінде кредит қаржылары ажыратылуында һәмде физикалық һәм юридикалық шақсылардың мұражатларын, сондай-ақ қызметкерлердің арасында коррупцияның алдын алуға қаратылған жұмыстар бойынша Орайлық банкі Қарақалпақстан Республикасы бас басқармасына парламенттік сұрау жіберу туралы мәселеге өтеміз. Бұл мәселе бойынша сөз жоғары кеңестің комитет басшылығы Бердібек Сейтназаровқа. Мархамат, Бердібек Аметбекович. Ассаламу алейкум, құрметті Аманбай Төлебаевич, құрметті депутатлар, һәм сессия қатысушылары. Соңғы жылдары құрметті президентіміздің басшылығында барлық тараулары қатарында банк қызметтерін көрсетуде ашық айдынлықты тәминлеу, мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде физикалық һәм юридикалық шақсыларға жеңілдетілген кредит қаржыларын ажырату, тәртібін оптималдастыру һәм олардың мұражатларында көтерілген мәселелердің ұнамлы шешімін табу. Сондай-ақ тарауда коррупцияның алдын алуға айрықша әтібар қаратылып, бұл бағдарда кең көлемлі ләждер әмелге асырылмақта. Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесінің бюджет, экономикалық реформалар, инвестициялар һәм инновация мәселелері комитет тарапынан, коммерциялық банкілер тарапынан бағдарламалар шеңберінде кредит қаржылары ажыратылуында һәмде физикалық һәм юридикалық шақсылардың мұражатларын, сондай-ақ қызметкерлердің арасында коррупцияның алдын алуға қаратылған ләждер бойынша алып барылып атырған жұмыстар үйренілді. Өзбекстан Республикасы Орайлық банкі Қарақалпақстан Республикасы бас басқармасы тарапынан бұл бағдарда бір қанша ләждер әмелге асырылған. Бүгін күнде Қарақалпақстан Республикасы аймағында 13 коммерциялық банктер, һәмде олардың қала һәм районларында 89-дан артық банк қызметтерін көрсету орайлары һәмде кіші банкілері тарапынан халыққа заманауи банк қызметтері көрсетіліп келінбекте. Банкілердің ресурс базасы құрамында ұзақ мүддетлі һәм тұрақлы ішкі депозит аманатлардың үлесі де жылдан жылға сезілерлі дәрежеде асып бармақта. Тарауда әмелге асырылған жұмыслар менен бір қатарда Өзбекстан Республикасы президентінің пәрман һәм қарарлары һәмде үкіметтік қарарларда белгілеп берілген вазифалардың һәм айрым ереже көрсеткіштерінің өз міндеттерін орындалуы кешігіп отырған жағдайлар ұшыраспақта. 2025 жылдың январ-ноябрь айларында коммерциялық банкілер тарапынан жәмі 10 триллион 23 миллиард сом кредиттер ажыратылып, өткен жылдың сайкес дәуіріне салыстырғанда 125,8% өскен. Бірақ Санат құрылыс банк тарапынан кредиттер ажырату көрсеткіші өткен жылдың сайкес дәуіріне салыстырғанда 806,8 миллиардқа сом кемейіп кеткен. Сондай-ақ
коммерциялық банктер тарапынан жыл басынан кіші һәм орта бизнес субъектілеріне жамы 5,9 миллиард сом кредиттер ажыратылған. Бұнда барлық коммерциялық банктерге режелер белгілеп берілген болып, соннан ипотека банк тарапынан режеге муафиқ өткен 11 ай давамында 124,2 миллиард сомлық кредит қаржылары ажыратылмастан қалған. Сонымен бірге бағдарламалар шеңберінде белгіленген режелерге муафиқ ажыратылуы белгіленген кредит қаржылары микрокредит банк, Турам банк һәм Инфин банктерде толық ажыратылмаған. Құрметлі президентіміздің 2022 жыл 31 августтағы Қарақалпақстан Республикасында іспілерменлік, инновациялық технологиялар һәм инфраструктураларды жедел пәтілерді рауаждандыру арқалы халықтың абаданлығын арттырудың қосымша іс-шаралар hakkınдағы президент парманы 213 санлы парманына муафиқ 2025 жылдың 1 декабрь жағдайына бизнесті рауаждандыру банк тарапынан бір жойбарға 9,3 миллиард сом һәм Турам банк тарапынан бір жойбарға 45 миллиард сом кредитлер қаржылары ажыратылмаған. Сондай-ақ коммерциялық банктер тарапынан локализация бағдарлама шеңберінде жамы 14 карханаға 1 триллион 113,2 миллиард сомлық кредитлер қаржылары ажыратылған. Бірақ Асака банк, бизнесті рауаждандыру банк, Инфин банк, ипотека банк, капитал банк һәм Турам банклер тарапынан локализация бағдарламасы шеңберінде бір субъектке кредитлер ажыратылмаған. Құрметлі президентіміздің 2025 жыл 27 январдағы Қарақалпақстан Республикасында іспілерменлікті рауаждандыруды және де қолдап қуаттылау һәм халықтың абаданлығын тәмінлеу үшін жаңа имканиятларды жарату бойынша қосымша илаждар hakkınдағы 10 санлы парманына муафиқ Қарақалпақстан Республикасында электрон онлайн аукцион саудаларына шығарылатын коммерциялық банктер балансындағы 97 мал мүліктердің тізімі тасдиқланған. Бірақ осы 97 мал мүліктен бүгінгі күнге шекем 40 мал мүліктің сатылуы кешіктірілмекте. Бұнdan тысқары осы парман талапларынан келіп шығып, кредит ажыратуы белгіленген 180 жойбарлар тізімі калифлестірілген болып, сонан ипотека һәм капитал банклер тарапынан өткен 11 ай давамында бір жойбарға кредит қаржылары ажыратылмаған. Мұражатлар менен істесу жағдайы бойынша 2025 жыл басынан коммерциялық банктерге физикалық һәм юридикалық шақсылардан келіп түскен 770 мұражат үйренілгенде, соннан жамы 40 мұражатта низам бұзушылық жағдайлары ұшырасқан. Соннан Milli банкте 9 мұражат, микрокредит банкте 8 мұражат, Алаха банкте 8 мұражат, Агробанкте 5 мұражатта, Халық банкте 4 мұражат, бизнесті рауаждандыру банк һәм санат құрылыс банкте 3 мұражаттан тура келеді. Коррупцияның алдын алу бойынша коммерциялық банклер тарапынан қызметкерлер арасында осы жылдың 11 айында коррупцияның алдын алуға қоратылған жамы 118 баянат һәм семинар профилактикалық илаждар өткеріліп, һәм социалдық тармақларға жайластырылған. Бірақ коммерциялық банкілердегі комплайнс қадағалау системасы қызметкерлері тарапынан тексеру үйрену, мониторинг, сұраунамалар өткеру, мемлекеттік сатып алулардағы әмелге асыруда мәплер соқылысуын анализдеу һәм сол сияқлы жұмыстар тиісті реже графиклерге муафиқ жолға қойылмағанлығы жағдайлары анықталған. Құрметлі сессия қатысушылары, Этибарыңызды және бір мәселеге қаратпақшыман, машқалалы кредитлердің өндірілу банк системасына ең ахметлі мәселелердің бірі болып есептелінеді. 2025 жылдың 1 январ жағдайында коммерциялық банктердің машқалалы кредитлері мөлшері 601,6 миллиард сомды құраған. Сондан январ-ноябрь айының давамында 413,8 миллиард сомдық машқалалы кредиттер сапыластырылған. Бірақ январ-ноябрь айы давамында қосымша 423,6 миллиард сомлық машқалалы кредиттер жүзеге келіп, 2025 жылдың 1 декабрь жағдайына жамы машқалалы кредиттер мөлшері 611,5 миллиард сомды құрап, жыл басына салыстырмалы түрде көбейген. Құрметлі депутатлар, жоғарыдағыларды есепқа алып, Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесі hakkınдағы Қарақалпақстан Республикасының заңының 13 статьясы һәм парламентлік қадағалау hakkında Қарақалпақстан Республикасының заңының 14 статьясына муафиқ жоғарыда көрсетілген вазифалар орындалуында анықталған кемшіліктерді сапыластыру барысында әмелге асырылуы тиіс болған комплекслі һәм системалы илаждар hakkında жазба түрде тикарланған түсініктер беру талабы қойылған Өзбекстан Республикасы Орайлық банкі Қарақалпақстан Республикасы бас басқармасына жоғары кеңестің парламентлік сұрауын жіберуді мақсатқа муафиқ деп есептеймін һәм қолдап қотлауыңызды сұраймын. Диққатларыңыз үшін рахмет. Мархамат Бердібек Аметбековичке сұрақ беруші депутатлар бар ма?
Рахмет, отырың. Құрметті депутатлар, енді күн тәртібіндегі мәселе бойынша қарар қабыл етуіміз керек. Қарар проекті депутатларға тарқатып берілген. Сол қарар проекті бойынша мұнасебет білдірілуін сұраймын. Мархамат. Рахмет, қарар қабыл етілді. Құрметті депутатлар, енді өз басымшылықпенен иелеп алынған жер участкалары һәм де оларда құрылған аммаратлар менен құрылмаларға болған құқықтарды tan алу туралы мәселеге өтеміз. Һәммеңізге белгілі, міне тарихи ахметке ие Өзбекстан Республикасының арнаулы низамы менен осы күнге шейін жамы 1663 бұқараның өз басымшылықпенен иелеп алынған жер участкалары һәм де оларда құрылған аммаратлар менен құрылмаларға болған мүлк құқықтары tan алынды. Міне бүгінгі сессия күн тәртібінде де мүлк құқығын tan алу бойынша және 385 бұқараның тізімі кіртілмекте. Осы тізімді сессия қарары менен тасдиқлауымыз тиіс. Құрметті депутатлар, сіздерге мүлк құқығы tan алынып отырған осы бұқаралардың тізімі көрсетілген қарар проекті тарқатып берілген. Тасдиқланатын тізім бойынша пікір білдірушілер бар ма? Пікір білдірушілер жоқ. Онда бұл мәселе бойынша депутатлардың мұнасебет білдіруін сұраймын. Мархамат. Рахмет, қарар қабыл етілді. Құрметті депутатлар, енді сессияның күн тәртібіндегі кейінгі мәселе, яғни Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақылау комитетінің басшылығын сайлау хақындағы мәселені қарап шығуға өтеміз. Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақылау комитеті хақындағы Қарақалпақстан Республикасы низамының 6 статьясында Конституциялық бақылау комитеті ағзасының уәкілдік мүддеті 5 жыл деп көрсетілген. Бұндан 5 жыл алдын, яғни 2020 жылы Парахат Айтниязов Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақылау комитетінің басшылығы етіп сайланған еді. Парахат Айтниязовтың уәкілдік мүддеті таусылуына байланысты Конституциялық бақылау комитеті басшылығын қайта сайлауымыз тиіс. Қарақалпақстан Республикасы Конституциясының 70-112 статьяларына һәмде Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақылау комитеті хақындағы Қарақалпақстан Республикасы низамының 5 статьясына муафық жаңа мүддетке Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақылау комитетінің басшылығы лауазымына Парахат Айтниязовтың кандидатурасын ұсынамын. Парахат Айтниязовты баршаңыз жақсы танисыз. Сот құқық тарауында бір қатар басшы лауазымда нәтижелі жұмыс алып барған, жәмиеттілік жұмыстарда өзінің белсенділігімен жастарға үлгі болып келатырған басшылардан есептелінеді. Кандидатураның өмірбаяны депутатларымызға тарқатып берілген. Осы мәселе бойынша пікір білдірушілер бар ма? Пікір білдірушілер жоқ. Енді осы мәселе бойынша қарар қабыл етуіміз керек. Қарар проекті депутатларымызға тарқатып берілген. Мархамат, осы қарар бойынша мұнасебет білдірілуін сұраймын. Рахмет, қарар қабыл етілді. Құрметті депутатлар, Парахат Айтниязовты сіздердің һәм өзімнің атымнан жаңа мүддетке Қарақалпақстан Республикасы Конституциялық бақылау комитетінің басшылығы лауазымына сайлану менен қызғын құттықтаймын. Елімізде низам үстемдігін тәмінлеуде өзіңіздің үлесіңізді қосасыз деп бекем сенемін сізге. Рахмет. Құрметті депутатлар, енді жоғары кеңес президиумның тиісті қарарларын тасдиқлау мәселесіне өтеміз. Жоғары кеңес президиум тарапынан сессиялар аралығында қабыл етілген қарарлар тасдиқлап алуымыз тиіс. Бұл бойынша даярланған қарар проекті баршаңызға тарқатып берілген. Сол қарар проекті бойынша мұнасебет білдірілуін сұраймын. Мархамат, құрметті депутатлар. Рахмет, қарар қабыл етілді. Құрметті сессия қатынасушылары, сессиямыздың күн тәртібіндегі мәселелер толығыменен көріп шығылды. Бар ма кімдедір қандай қосымша ұсыныстар? Рахмет, болмасам бүгінгі сессияда белсене қатынасқан үшін рахмет, және бір мәртебе һәммеңізді кіріп келатырған жаңа жыл байрамыменен қызғын құттықтаймын. Осының менен Қарақалпақстан Республикасы жоғары кеңесінің
9 сессиясын жабық деп жариялаймын. Рахмет, тағылым.